Biz 3-sınıf o'quvchilari Shag'al kitobxonamizdan kitob olib o'qiymiz. Ertaga bir kempir shaldim, екі әкеші болған екен. Оралы жүзді жапырап, басы жүзді салбырап, салпақ құлақ сүресе тұрған жалғыз сөйлесоқ қозы келіп қасыма. Менің Нұрпош деген 3 жасар інім бар. Ол түрлі түсті бояулармен, қарындаштармен, фломастермен сурет салғанды жақсы көреді. Түлкі жайып жүргенде бір қазды ұстап алады. Оны біраз мазақтайын деп ойлады. Қазды алдында 2 аяғымен басып тұрады. Bir күні қу түлкі даладан келе жатып, жолдан бір кебіс тауып алып, ол кебісті ала кешке Ақындар айтысы халық әдебиетінің үлкен бір саласы. Айтыстың шығу тамыры тереңде жатыр.